Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен ауылдың таза өнімі бренза, яғни сыр жасайтын боламыз. Дәмі өте керемет, тұзды болып шығады. Видеомды соңына дейін қарап, маған қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Менің каналыма тіркеліп, видеомды соңына дейін қарап, маған қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар. Ең бірінші бізге сиырдың сүті керек. Сиырдың сүтін осындай қалың қазанға құйып, жай отта жылытып аламыз. Қатты ысып кетуге болмайды. Енді сүтімізді ұйытуға арнайы ашытқымызды жылы суға езіп дайындап аламыз. Бұл ұйытқыларды жаңа туған қозылардың ұлтабарынан да дайындауға болады. Оны мәйек деп айтамыз. Жаңа туған қозының мәйегі болмағандықтан мен осы ашытқымен дайындайтын боламын. 6 литр жылып тұрған сүтімізге дайындап алған ашытқымызды құямыз. Қазанның қақпағын жауып, жарты сағатқа тұндырып қоямыз. Мінекей қараңыздар, жарты сағатта керемет болып үйді. Енді арасынан осылай екі тіліп қалтаға құйып аламыз. Барлығын құйып, сар суынан бөліп аламыз. Біздің осы бөз қалтамыздан суының бәрі ағып кететін болады. Енді аузын осылай мықтап байлап аламыз. Енді бізге екі тақтай қажет болады. Қалтамызды тақтайдың арасына салып, барлық суын сорғытып, бір күнге қойып алатын боламын. Мен осылай таспен бастырып қоямын. Формасы да керемет болып шығады. Неке қараңыздар, біздің брензаларымыз дайын болды. Енді қалтамыздан босатып, ыдысқа салып тұздап аламыз. Барлығын осылай шағындап кесіп қоямын. Мен тұзын молдау қылып тұздаймын. Ет тұздағандай қылып екі жағына. Видеода көргендеріңіздей осылай бәрін тұздап қоямыз. Тұзды суға салып қойсаңыздар да тұзы сіңіп жақсы болып шығады. Неке біздің брензаларымыз дайын болды. Өте керемет болып шықты. Сіздер де менің осы рецептімен жасап көріңіздер. Ешқандай да қиындығы жоқ. Сиырдың сүті болса, барлығында жасауға болады. Менің шыққан видеомды ең бірінші көру үшін каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар.